Қайырлы кеш, қадірлі оқушылар. Сіздермен бірге тікелей эфирде Сағынғалиев Дәурен Наурызбайұлы, ұбт академиясының Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарих пәндерінен онлайн курстарының авторы. Өзімізбен кері байланыс үшін ВКонтактедегі парақшамызды және Инстаграм желісіндегі парақшамызды қатар көрсетіп қойдық, балалар. Біздің ағымдағы курсқа қатысты сұрақ туындап жатқан оқушылар бұйыртса 22 күні басталады дедік. Жалпы енді негізгі бүгінгі шеберлік сабағының мақсаты көп оқушының көптен бері сұрап жүрген сауалдарының бірінен бастағым келді. Әрине, ең маңыздысы дәл қазір біз үшін жалпы ұбт-ға қандай кітаптар бекітілген және олардың қатары қандай деген бағытта болып тұр. Ендеше сол сұраққа ең алдымен жауап беріп өтейін. Ендеше слайдқа назар аударайық. Дүниежүзі тарих пәнінен мен сіздерді кітаптармен таныстыратын боламын, мұқияттап қарап отырыңыздар. Ежелгі дүниежүзі тарихының оқулығымен сіздер таныссыздар. 6 сыныптың оқулығы, бірақ енді бұл жерде менің атап өткім келгені Атамұра баспасының оқулығына назар аударарсыздар, және Атамұра баспасының 2015 жылғы оқулығы сіздерге ұбт-ға бекітілген кітап болып есептеледі, балалар. Әрине, бір оқушылардың қолында мысалы 2012 жылғы шыққан кітаптар болуы мүмкін. Көп оқушылардың тарапынан сондай сауал туындап жатады. Ағай, менде ескі кітап болса қайтеді деген секілді. Мәселе ода емес, балалар. Мәселе сол ұбт-ға бекітілген кітаптың 2015 жылғы екендігіне назар аудару керек. Өйткені ізденіс барысында, дайындық барысында жүйелі дайындық жасау үшін дәл сол бекітілген жұмыстанған пайдалы, балалар. Одан кейін орта ғасырлардағы дүниежүзі тарихтық оқулығы назарларыңызға ұсынды. 7 сыныптың оқулығы. Енді 2012 жылғы оқулықта пайдаға асады, жарамсыз емес, бірақ енді екеуінің арасында қандай өзгеріс бар, алдымен соған тоқталып өтейін. 6 сынып пен 7 сыныптың жаңағы оқулықтарының арасында бір ғана сәйкессіздік бар, бір 10-15, әр кетсе бір 10% сәйкессіздік деуге болады. Көбінесе енді 6 сыныптың оқулығында ұзартып берген параграфтарды бұл жерде қысқа жинақ етіп параграфтарға бөлген, балалар. Енді мына жерде Атамұра баспасының оқулығы 2017 жылғы оқулық деп жатқан оқушылар да бар екен. Атамұра баспасының оқулығы Назерке 2016 жылғы оқулық, мұқият назар аударарсыз. 2016 жылғы баспадан шыққан оқулық, мұқият назар аудару керек, өйткені ұбт-ға бекітілген оқулық деп мен сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Және баспасына да, жылына да мұқият назар аудару керек. Атамұра баспасының 2017 жылғы шыққан оқулығы да бар, бірақ тап сол 2017 емес 2016 жылғы оқулыққа назар аудару керек, балалар. Медина, сіздің пікіріңізді мен көрмедім, кішкене шрифт ауысып кеткен секілді сізде. Дүниежүзі тарихынан, балалар, тап 8 сыныптың оқулығын көрсетіп отырмын, мектеп баспасының 2016 жылғы оқулығы деп. Бұл ретте енді тағы да назар аударатын жағдай, мектеп баспасының 2016 жылғы оқулығы 2012 жылғы оқулыққа қарағанда өзгешелік бар. Соның ішінде қандай өзгешелік екендігін атап өтейін. Бірінші кезекте дүниежүзі тарихының 8 сынып оқулығы мен 2012 мен 2016 арасында қандай айырмашылық бар. Мысалы, 2012 жылғы оқулықтан сіздер Габсбургтер әулеті туралы параграф таппайсыздар. Ал 2016 жылғы оқулықта, мысалы, Габсбургтер әулеті туралы параграф берілген, Австрия-Венгрия, соның ішінде Габсбургтер империясы деп. Егер кімде-кім 8 сыныптың 2016 жылғы оқулығымен жұмыстанып жүрген болса, олар дәл осы мәлімдемені жақсы біледі, әсіресе Габсбургтер әулетінің бар екендігі туралы айтып отырмын, балалар. Одан бөлек, мысалы, дүниежүзі тарихының 8 сыныптың 2016 жылғы оқулығында ерекше атап өтетін жағдайлардың бірі, Жапония мемлекетіндегі ағартушылыққа қатысты 116 бетте, егер қолдарыңызда болса, ашып қарасаңыздар болады. 116 бетте ағартушылықпен байланысты 2016 жылғы оқулықта жаңағы ағартушылықпен байланысты параграф берілген. Соның ішінде Жапонияда, Қытайдағы жаңағы мәліметтер табылады. Осыған мұқият боларсыздар. Одан бөлек, жаңа 7 сыныптың оқулығына қатысты атап өттім. Егер кімнің қолында Атамұра баспасының 2012 жылғы оқулығы болса, ол да пайдаға аса береді, бірақ екі кітаптың арасында бір 10%-дай айырмашылық бар. Мысалы, ол қандай айырмашылық? 2012 жылғы оқулықтан сіздер Эфталит мемлекеті, соның ішінде Ақ ғұндар мемлекеті туралы параграфты ашып қарайтын болсаңдар, 2012 жылғы оқулықтан. Ол жерде мәселенің барлығы сол ең соңында түрік қағанаты мен Иранның осы бір Эфталит мемлекетінің жері үшін болған талас тартысы туралы айтылады да, сонымен тақырып тәмамдалады. Ары қарай ол тақырыптың жалғасы жоқ. Ал 2016 жылғы оқулықта ол тақырыптың жалғасы бар, балалар. Одан кейін Болгар патшалығының құрылуына қатысты. Болгар патшалығының құрылуы 2016 жылғы оқулықта 681 жыл деп берілсе, 2012 жылғы оқулықта 680 жыл деп
беріледі. Мысалы, айырмашылықтарды айтып отырмын балалар. Қандай айырмашылықтар бар? Сондықтан да кітаптың жылына мұқият болу керек. Не үшін деген сұрақ туындайды ғой. Мысалы, көп оқушылар айтады, менде дүниежүзі тарихтың 7-ші сыныптың 2012 жылғы оқулығы бар ма, ағай жайма деген секілді. Мен сол үшін де сіздердің сауалдарыңызға нақты жауап бергім келіп отыр. Балалар, кейбір сұрақтардың арасында сәл-сәл өзгешелік бар. Осыларға мұқият болуымыз керек. Мысалы, Ерлан, сіздің қолыңыздағы кітап, мен ойлаймын, 2012 жылғы кітап шығар. Солай ма? 7-ші сыныптың оқулығы. Ерлан Көбей. 9-шы сыныпқа қатысты мен қазір тоқталамын. Екеуінде де бар, иә. Екеуінде де бар. Бірақ мына 2016 екеуі де бар болса тіпті жақсы. 6-шы сынып 2011 жылғыша жарамайды, Зарина. Ол жерде де сәл-сәл өзгешеліктер бар. Мысалы, Зарина қандай өзгешелік екенін айтайын. Мен енді сіздерге кәсіби маман ретінде кеңес беріп отқандықтан, қазір сауалдарға біртіндеп жауап берейін. 6-шы сынып неге 2011 жылғы жарамайды? Өйткені 6-шы сыныптың 2011 жылғы оқулығында Бактрия дейтін мемлекетті ашатын болсаңыз, Бактрия мемлекетінің ішінде сіздің қолыңызда егер ол кітап бар болса, сіздерге мысалы Окс храмы туралы, немесе жаңағы Айханум туралы деректер ішінде бола бермейді. Зарина, мысалы, сіз қазір Бактрия дейтін параграфты ашсаңыз, оның ішінен Айханум туралы немесе Окс храм туралы. Ал ол қайда бар? Ал ол мына 2015 жылғы кітаптың ішінде бар, мысалы. Көріп отырсыз ба? Мен сіздерге қандай ерекшелік бар екендігін айтып отырмын. Сондықтан кітаптармен жұмыстану барысында осындай бір ерекшеліктерге мұқият болу керек. Мен не себепті сіздердің назарларыңызға ұбт-ға бекітілген оқулықтар деп шығарып отырмын. Өйткені кейін мысалы сіздер 6-шы сыныптың оқулығымен дайындалып, Айханум немесе Окс храмы туралы мәліметтерді оқымай барсаңыздар, ұбт-да сол сұрақтан қате жіберсеңіздер, өкпе қайдан туындайды? Наразылықтың бәрі де менің оқыған бірде-бір сұрағым келген жоқ, мен оқыған кітаптан сұрақ келген жоқ деген әңгіме басталады. Ал сондықтан да айтып отырмын балалар, 2011 жылғы кітапта мәліметтердің қоры аз, 2015-те ол толықтырылған. Мұқият болыңыздар балалар. Сосын 6-шы сыныптың 2015-де бар, я, Анель Тұрсынғалиев дұрыс айтып отырсыз. 6-шы сыныптың 2015 жылғы оқулығында Айханум да бар, Окс храмы да бар. Олардың барлығы да бар балалар. Так, енді 7-ші сыныпқа да жаңа тоқталып өттім балалар. 7-ші сыныптың кітабын ұстап отырсаңыздар дедім. Ифтарит мемлекетін ашып қараңыздар. 2012 жылғы оқулықта оның жаңа анау түрік қағанаты мен Иранның ифтарит жері үшін талас тартысы туралы айтылады. Ал Бұхара, Самарқан туралы мәліметтер 2012 жылғы кітапта жоқ. Ал ол мәліметтер Атамұра баспасының 2016 жылғы оқулығында бар балалар. Сосын мына 2012 жылғы оқулықта параграфтардың саны көп та, ал егер кімде-кім 7-ші сыныптың 2016 жылғы оқулығын ұстап отырса, өздері де байқайтын шығар, ол жердегі параграфтардың саны аз. Сжатый кәдімгі параграфтардың бәрін біріктіріп күшті компоновать етіп тастаған. Енді 2016 жылғы оқулық дайындалу үшін өте бір тиімді балалар. Ал 8-ші сыныптың 2016 жылғы оқулығын атап өттім және айттым 2012-де қандай айырмашылық бар 2012-ге қарағанда деп. 8-ші сыныпта мысалы 2016 жылғы мектеп баспасының кітабында Габсбургтер империясы туралы, жаңағы одан бөлек жаңағы ағартушылық дәуірмен байланысты сұрақтар бар дедім. Дүниежүзі тарихынан бір қуантарлық жағдай деп айтайын, 9-шы сыныпқа қатысты. Алматыда мектеп баспасынан шыққан 2013 жылғы оқулық күні бүгінге дейін келе жатыр. Ол кітаптың түр тұлғасын, суретін өздеріңіз де байқап тұрған шығарсыздар, көрген де шығарсыздар сан мәрте. Әйтеуір бұл кітап кейін қайта басылып шыққан жоқ. Бұл кітапты табу көп ешкімге қиындық тудыра қоймайтын шығар. Сосын тағы бір атап өткім келген мәліметтердің бірі балалар, интернеттен де табуға болады. Ерлан, дұрыс айтасың. Интернетте енді іздеп кәдімгі 6-шы сыныптың оқулығы, дүниежүзі тарихы, PDF формат, неше түрлі енді интернетке салған кезде неше түрлісін жазып қарайсыздар ғой. Табуға болатындығы сол дүниежүзі тарихының 9-шы сынып оқулығы, Алматы мектеп баспасының 2013 жылғы оқулығы. Жаңылмасам, осыны интернеттен табуға болады. Ал енді қалған 6-шы, 7-шы, 8-шы сыныптың оқулықтарын мен өз басым интернеттен тауып көрмедім. Сондықтан да сенімділікпен айтып отқаным сол, дүниежүзі тарихтың 9-шы сынып оқулығын интернеттен табуға болады, тек қана 9-ды. Ал 6, 7, 8 мен сан мәрте іздедім, бірақ таппадым. Қандай сайтта? E-History дейтін сайтта болу керек. Жаңылмасам, E-History дейтін сайттан қарасаңыздар, E-History дейтін сайттан табуларыңыз керек. Ақниет, қайталап айтам, 2013 жылғы болған оқулық, сол оқулық ұбт-ға бекітілген оқулық. 2019-ға қарағанда өзгешелік бар, Ақниет, мұқият боларсыз. Міне Ерлан менің сөзімді іліп алды, History KZ деп жазды, немесе E-History деп жазсаңыздар да болады. Мен қазір чатқа қосымша жазып өтейін. Так, E-History деп. Осы сайттан қарасаңыздар болады бұлар. E-History деп жазылады.
алуа, мен жаңа жазып өттім, ДЖТ-дан 2016-мен дайындалған ыңғайлы ма, әлде 2012 ма дейді. Әрине 2016-мен дайындалған ыңғайлы. Мен жаңа жоғарыда ғана осы мәселеге тоқталып өттім. 7-ші класстың 2016 жылғы кітабы ұбт-ға дайындалғанға әлде қайда тиімді, параграфтары ықшамдалып жазылған. Мұқият боларсыздар. Сосын көбінің жаңағы назарына ұсынылатын тағы бір оқулық, бұл әрине Қайырбекова деген автордың оқулығы. Екі сыныпта да осы автордың оқулығы бекітілген. Дүниежүзі тарихынан 10-шы сынып мектеп баспасының 2019 жылғы оқулығы және 11-ші сынып мектеп баспасының 2020 жылғы оқулығы. Байқап қарасаңыздар, 10-шы сыныптың да 11-ші сыныптың да оқулығы 2 бөлімнен тұрады. Енді бұлардың электронды нұсқасын табу аса қиындық тудырмайды, өйткені обновленка бойынша шыққан, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша шыққан кітаптарды электронды нұсқасын табу аса қиын емес. Тіпті қазір соңғы шыққан кітаптардың соңында штрих-код бар екендігін де байқаған шығарсыздар. Телефонмен штрих-кодын басып қалсаңыздар, кітаптың электронды нұсқасы атып шығады. Осындай бір жағдайға да мұқият боларсыздар. Яғни мен оны 10-шы, 11-ші сыныптың оқулықтарына қатысты айтып жатырмын. Кітаптардың соңында штрих-код бар, сол штрих-кодпен басып электронды нұсқасын кейін өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады дегенім. Ақниет, мен сіздің сауалыңызға жауап бердім. Ағай, менде 2019 деді, 2009 жылғы кітап 9-шы сынып деп. 9-шы сыныптың оқулығы өзіңіз үшін жарайды, бірақ ертең ұбт-ға барғанда кейбір мәліметтер 2009-да жоқ, 2013-те бар, сондықтан кейін ұбт-дан кейін апелляцияға беріп дау туындамас үшін мүмкіндігінше 2013-пен дайындалғаныңыз дұрыс дедім. Ал бірақ 9-шы сыныптың 2009 жылғы оқулығы жарамайды деп айтуға болмайды. Бірақ 2013-те сәл-сәл толықтырулар мен өзгерістер бар. Ақниет, сұрағыңызға жауап бердім бе? Мен жаңа сіздің сұрағыңызға 2 мәрте тоқталып өттім, мен сіздің сұрағыңызды көрдім. Сосын қалған кітаптарды балалар шын айтайын, мектеп кітапханасынан табу енді көп жағдайда қиын болып жатады. Мен енді көп түлектерге айтатын кеңесім, біріншіден архивтен алуға, екіншіден мектеп бітіріп кеткен түлектерден алуға болады. Бұрын бітірген түлектер дайындық барысында кәмілі сол кітаптарды қолданды. Сосын ең танымал қазір бізде хит болып жатқан сайт бар ғой, OLX дейтін. Сол OLX-тен іздесеңіздер де біреулер салып қояды. Сол менде 2012 жылғы кітап бар, 2016 жылғы кітап бар, продам деген сияқты. Сондықтан нағыз болмай жолын таппай жатсаңыздар, сол OLX-тің ішінен тауып алсаңыздар болады. Но енді ол 10-шы, 11-ші сыныптың, 9-шы сыныптың оқулығына қатысты емес, әрине. 10-шы, 11-ші сыныптың оқулықтарын электронды нұсқасын табу үлкен қиындық тудырмайды. Қайталап айтам, OLX-тен іздесеңіздер, бәлкім 6-шы, 7-ші, 8-ші сыныптың оқулықтары пайдаға асып қалар. Сосын енді да 10-11 міндетті түрде болады. Міндетті түрде болады. Так, сіздердің сұрақтарыңыз қазір бірінен соң бірі ұшты-күйлі болып жатыр. Мен сіздердің барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын қазір. Сіздер жан-жақтан сұрақты жаудырып жатсыздар. Мүмкін біреудің сұрағына жауап беріп, келесі біреудің сұрағына тоқталғанымыз дұрыс шығар. Қалай қарайсыздар? Әйтпесе қазір сұрақ болып кетіп жатыр да. Бір оқушымыз жазыпты, Аружан деген. 2013-дің кітабын оқыдым Қазақ тарихтан, бірақ Жұбанышевпен сәйкес емес, қайсысы дұрыс деп. Әрине, Жұбанышевтың ішінде қателіктер болады ғой. Мектептің оқулығы қателеспейді. Жұбанышев енді қателесуі мүмкін. Алина, дүниежүзі тарихтан оқыған мәліметтерді қалай миға тез қондырса болады дейді. Смотря сіз қандай мәліметпен, қаншалықты мәліметпен жұмыстанасыз. Бірақ енді мен оқушыларға әр уақытта айтам, кезең-кезеңмен оқыған дұрыс қой. Бірінші 6-шы сыныптан, одан 7-ші сыныптан 8, 9 енді саты-сатымен өтеміз ғой. Біреулер айтады, мысалы, 6-шы сыныптан Египетті, одан кейін 7-ші сыныптан Египетті оқысам, 7-ші сыныптан Англия, 8-ші сыныптан Англия, 9-ші сыныптан Англия. Біреулер сол жүйені қолданып жатады. Мен бірақ аса қатты қолданбаймын. Менің қолданатыным әр сыныптың оқулығына жеке-жеке тоқталу керек деп есептеймін. Ал дүниежүзі тарихында ең маңыздысы бұл жаңағы миға қондыруға қатысты айтып жатқаныңыз ғой. Мәліметтердің бір өзінің шоғыры болу керек та, бір күнде қанша мәліметпен жұмыстануға болады деген сияқты. Енді әр оқушыда ол әртүрлі. Ол неге? Себебі әркімнің потенциалы әртүрлі ғой. Сондықтан белгілі бір норманы орындап қою керек та, күнде сол норманы сәл көбейтіп отырған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, бір оқушылар болады, дүниежүзі тарихтан күніне 5 нұсқа талдайды, осы аптаның ішінде жаңағы арасына күн салып, бір аптаның ішінде 10 нұсқа талдап шығатындар. Біреулер болады, келесі аптада оның саны 15-ке арттырады. Жалпы дүниежүзі тарихтың әліппесін нұсқа талдаудан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Әрине, басында қиын болады, бірақ адам өзінің зейінін тұрақтандырып, сұрақтарға алаңғасарлық танытпай жұмыс істеуді үйренеді. Так, ағай, 11-ші сынып 2 бөлім емес дейді. 2 бөлім емес, Назерке, ол қоғамдық гуманитарлық бағытта 2 бөлім емес.
Ал бірақ жаратылыстану математикалық бағытта 2 бөлім. Мен сондықтан да айтып жатырмын, 2 бөлім деп мен бірден жазып кеткен себебім сол. Өйткені біреулерге сұрақ туындауы мүмкін. Неге ол менің қолымда қоғамдық гуманитарлық бағыт 1 бөлімнен тұрады ғой деп. Сондықтан наз деп жазған оқушымызға назыңызға жауап. 11-ші сыныптың оқулығында қоғамдық гуманитарлық бағыт қана 1 бөлімнен тұрады, ал жаратылыстану математикалық бағыт 2 бөлімнен тұрады. Осыған мұқият боларсыз. Иә, көп мектептерде кітапханашылар ескі кітаптарды макулатураға өткізіп тастаған, оған келісемін. Көбінесе 6-шы, 7-ші, 8-ші сыныптардан келеді дейді ғой, сол рас па? Көп оқушылардың тарапынан болады, әркімнің түскен вариантына байланысты. Қайталап айтамын, біреудің вариантында 6, 7, 8 көп ұшырасып жатады, біреуде керісінше 6, 7, 8, 9. Мысалы, соңғы жылғы 2020 жылғы бұтына қараған кезде 10-шы, 11-ші сыныптың мәліметтері бір 30 сұрақтың әрі кетсе 3-4 сұрағы болды да, ал қалған 26 сұрақ 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптардан болды. Иә, көбінесе ауылдық жердің кітапханасынан іздеп көрген дұрыс, себебі ауылдық жердің көбісінде макулатураға ондайды өткізіп тастамайды. Ерлан, иә, менің кеңесімді жақсы меңгерген, әсіресе қай тарих болмасын, мейлі Қазақстан тарихы болсын, мейлі дүниежүзі тарихы болсын, түнде ұйықтардың алдында мықтылап тарихты бір оқып немесе қайталап, азанда тұрғанда бір рет шолып шыққаныңыз дұрыс. Мен ол кеңесті не үшін айтам? Өйткені таңда адамның қан ұю процесі өте төмен дәрежеде жүреді. Қан ұйығаннан кейін, күн шыққаннан кейін адамның бір нәрсе істеуге де ықтияры болмайды ғой. Сондықтан кешкісін жай ғана оқып, мәліметтерді шолып, параграфпен танысып, тест нұсқаларын жасап, бір 2-3 сағат кешкі уақытта бір 8 пен 11-дің аралығында жұмыстанып, түнде ұйықтап, енді смотря кім қай уақытта ұйықтайды. Біреулер үшін түн 1, біреулер үшін 11, біреулер үшін 3 деген сияқты. Сосын таңда тұрып сол оққан мәліметтерді міндетті түрде қайталау керек. Бірақ таң деген ол 9-10 емес, таң деген сол сағат 7-7:30-дың асып кетсе, бірақ ертерек 6 мен 7-ның арасында тұрып қайталасаңыздар, өздеріңізді күштеп, мәжбүрлеп, тұрғызып, қинап, онда жақсы болар еді. Одан кейін тағы оқушылардың айтып жатқаны, өткен тақырып бойынша документальный фильм қараған дұрыс па? Зачем? Босқа, мысалы, зачем устраивать концерт ради концерта деген сияқты ғой. Сол сияқты ұбт-ға дайындық үшін фильм қараудың не керегі бар? Мен ол позицияны аса қатты қолдайтындардың қатарында емеспін, өйткені өзі сығылып, тығылып, жабысып, қабысып жатқан уақытты фильм қараумен өткізетін болсақ, керісінше біздің жаңағы регламентімізді бұзатын сияқты ұбт-ға деген. 11-ші кластың гуманитарныйынан келе ме, жаратылыстанудан ба дейді. Ал Алуаның сұрағына жауап берейін. 2 бағыттан да келеді. Егер 2 бағытты салыстырып қарасаңыздар, 2 бағыттың арасында айырмашылық жоқ. Мұқият қарарсыздар соны. 2 бағыттың арасында айырмашылық бола бермейді. 2 сыныптың оқулығында материалы бір деңгейде жазылған. Тек жаңағы қоғамдық гуманитарлық бағыт бір оқулықтан тұратын болса, жаратылыстану математикалық бағытта соны 2-ге бөліп оқытады. Қатты айырмашылық бола бермейді. Сондықтан қай бағытымен дайындалсаңыздар да артықтық етпейді. Қараңыздар, мен просто 2 бөлімнен тұрады деп жазып қойдым, бірақ мәселе қайталап айттым. Қоғамдық гуманитарлық бағыт болған дұрыс қой бірінші кезекте. Себебі біздің қарастырып жатқан дүниежүзі тарих оқулығымыз бұл өзі қоғамдық бағыттағы пән. Сондықтан мүмкіндігінше 11-ші сыныптан, мына жерде жарайды бүйтіп қойыншы, 11-ші сынып 1 дейтін цифр салып қойын. Қоғамдық гуманитарлық бағыт 1 бөлімнен тұрады, жаратылыстану математикалық бағыт 2 бөлімнен тұрады. Мүмкіндігінше қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 1 бөлімнен тұратын оқулықпен жұмыстанғандарыңыз дұрыс. Мүмкіндігінше, бірақ жаратылыстану математикалық бағыт болса да артықтық етпейді. Иә, 10-ші класста сондай, 10-ші класста да сондай, жаратылыстану болса да, математикалық бағыт болса да, ішінде ешқандай разница жоқ. Менің жоспарымда, менен соңына жеттім бе, ең соңғы тұрған сауал Ерлан Көбейді секілді. Ерланның Көбейдің сауалына жауап берейін. Дүниежүзі тарихынан бұрын былай болған балалар. Көп оқушылар мынандай сұрақ қояды. Балалар кезек-кезек жауап берейін, айып етпесеңіздер. Өйткені қазір біреулеріңіздің сауалдарыңыз ескерусіз қалады да, сосын оны 4-5 рет жазып босқа әуре боласыздар. Сондықтан да мына жерде мен қазір Ерлан Көбейдің сұрағын қарап жатырмын. Сол сұраққа жауап беріп тоқталып өтейін. Сосын қалған сұрақтарды кейін рет-ретмен қоярсыздар. Бұрын мысалы былай болатын. Дүниежүзі тарихтан бұрындары менің болған курстарым өткен оқу жылында бастауыш курсы 6-7-8-ден, ал баяндауыш курсы 9-10-11-ден тұратын. Ал бірақ осы жолы мен 6-7-8-9-ды бір курсқа сыйдырайын деп тұрмын. Кем дегенде 14 сабақ болады осы онлайн курсымда. Сондықтан бұл жерде ол да мүмкіндік шығар. 6-7-8-9-ды бір курста қарастырасыздар. Ал 10-11 бойынша ол үшін арнайы курс өткізудің қажеттілігі жоқ.
Оны не үшін дәл осылай айтқанымды кейін уақыт келгенде өздеріңіз байқай жатарсыздар. Сондықтан біз үшін дәл қазір 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып бойынша дайындалу аса маңызды. Бірақ 10-11-дің кітабымен жұмыстаныңыздар. Одан кейін Жұбанышевтың кітабымен дайындалған дұрыс па деп жатады. Шын айтайын, мен ол кісінің маманның оқулығымен жұмыс жасап көрген адам емеспін. Ең қарапайым мысалды мен әр уақытта айтамын. Сол автордың оқулығымен өткен оқу жылында дайындалған оқушы болса, соның пікірін сұраңыз. Ал мен қазір ол кісінің пікірін айтсам, ол кісіге қатысты пікір білдірсем, сол кісіні бір жақтыртпағандай, менсінбегендей, бір кінәлағандай боламын. Мен ондай позицияны қолдай бермеймін. Сондықтан өткен жылғы бітірген түлектерден сұрасаңыздар, әлдеқайда әділетті болар еді деп ойлаймын. Дүниежүзі тарихынан сабағымыз бұйыртса онлайн курсымыз кешкі уақытта болады. Аптаның сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері. Получается, Жадыра, дұрыс айтасың, баяндауыш курсы болмайды. Оған бола уақыт жұмсап шығындалғаннан көрі, негізгі күшті 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарға салайық дедім. Бірақ менде мынандай емес, балалар, 9-ші сынып қосылды, из-за этого бағасы өзгеріп кетеді деген. Бағасы бұрынғыдай қала береді. Бізде ондай жоқ. Жаңағы бір аукцион жасап, рынокта тұрғандай, балалар мына что-то капуста дейтін Қытайдан емес, Россиядан келген, сондықтан бағасы қымбат дейтін. Біз капуста сатып тұрған жоқпыз, картошка сатып тұрған жоқпыз, бұл білім. Сондықтан біздегі жаңағы бастауыш курсы өтілетін 6, 7, 8, 9-ды толық қамтиды және оның бағасында ешқандай өзгеріс болмайды. Қазақстан тарихы сияқты қылдым. Бағасына да ешқандай өзгеріс енгізудің қажеттілігі жоқ. Оның үстіне қазір өзі қиыншылық кезең ғой, шыны керек, ақиқаттан алыстамау керек. Дәл қазір қай отбасы үшін де оңай сәт болып жатқан жоқ. Сондықтан олардың бәрін, жағдайдың бәрін ескеріп, бағасын ешқандай өзгеріс қылмау керек деп шештім. Алуа, мына біздің енді қазір мен мына бір кейбір сұрақтарға жауап берейін, сосын сіздің сұрағыңызға жауап берермін. Шың деген оқу құралдарын қалай аламын жылына қарап дейді. Шын айтайын, шың кітаппен дайындалудың қажеттілігі жоқ. Егер менің кеңесіме құлақ ассаңыздар, шың кітаппен мүлдем ұбт-ға дайындалудың қажеттілігі жоқ. Осыған мұқият назар аударарсыздар. Мен сіздерге маман ретінде айтып отырмын. Осы салада кәсіби біліктілігі бар маман ретінде қайталап айтамын, шың кітаппен дайындалып, кейін өкініп қалып жүрмеңіздер. Одан да шынымен де ұбт-ға бекітілген кітаптармен қарап, жұмыстанып, зерттеп, үңіліп, жұмыстанғандарыңыз әлдеқайда дұрыс. Қазақстан тарихынан курс қараша айында Алла қаласа болады. Енді, балалар, мен негізгі сұрақтарға жауап бердім. 10-11-ді Қазақстан тарих пен дүниежүзі тарихтан өзіміз оқып тестпен жұмыстанамыз ба, жалпы 10-11 бойынша қалай дайындалуға кеңес бересіз дейді. 10-11 бойынша Қазақстан тарих пен дүниежүзі тарихтан өздеріңіз оққанда, Жадыра, уақыты келгенде түсіне жатарсыздар. Мен қазір бұл мемлекеттік құпия болғандықтан сіздерге жар салып айта алмаймын. Бірақ мен сіздерге айтқан негізгі нәрсем болды. Жалпы Қазақстан тарихынан курсқа қатысып жатқандарға да айттым. 75% мәлімет 6, 7, 8, 9 бойынша. Өткенде де балалардың назарына айттым, 75% мәлімет 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптан болады. Мысалы, Қазақстан тарихта 20 сұрақ болатын болса, соның ішінде 15 сұрақ 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптардан болады. Неге шын кітап емес дейді? Шын кітап ол ұбт-ға бекітілген кітап емес, мемлекеттік стандарт емес. Ертең сіз апелляцияға берген кезде, менің шын кітабымда осылай деп тұр десе, көкем шын кітапты емес, шын кітапты оқысайшы дейді. Шын кітап дегеніміз ол мектептің оқулықтары. Ал шын кітап деген өздерің біліп отырсыңдар қандай кітап екенін. Сондықтан ертең операцияға барған кезде, дау туған кезде шын кітап десеңдер, көкем-ау шын кітапты оқы дейді. Ал балалар, қайталап айтам, мен өзімнің назарымдағы дүниені айттым. Қалған эдукон дейсіздер ме, ай-тест дейсіздер ме. Мен ондай орталықтардың жұмысына араласпаймын, себебі оның ішкі кухнясына үңілген адам емеспін, шын айтайын. Өзім ішкі кухнясында болмаған орталық немесе центр туралы пікір білдіре алмаймын. Бірақ енді негізгі кеңес беріп айтатыным, сол өздеріңіздің ұбт-ға бекітілген кітаптарыңыздың негізінде осыған дейінгі ұбт-да болған жаңағы методичкалар туралы жылдық тесттермен талдап жұмыс жасағандарыңыз әлдеқайда әділетті деп ойлаймын. Сосын тағы бір ескере кететін жағдай, мен қазір біреудің кітабын айтып қалсам, как будто анау сияқты ғой, мына індет басталайын деп жатқан кезде, ойбай, коронавирустан емделу үшін чеснок жеу керек екен деп, жұрттың бәрі чеснок алып деген сияқты. Мен қазір бір автордың кітабын айтып, содан ертең елдің бәрі
жапа тармағай сол кітапты алатын болса, одан не пайда? Сосын кім айтты десе, Дәурен Сағынғалиев айтты деп. Маған ондай жалған атақтың, жалған мәртебенің қажеттілігі жоқ. Сондықтан балалар, мен айтамын, мен еш уақытта ананың кітабын оқы, мынаның кітабын оқы деп кеңес бермеймін. Өзім іштей бір кітаптарды біліп тұрсам да, оны оқушыға кеңес ретінде айтпаймын. Әйтпесе кейін оқушылардың тарапынан өкпе, наз болады. Соның кітабын оқы деп едіңіз, соның кітабын 100% жаттап алып едім деген сияқты. Сосын кейін соңында өкініш болады. Бір кәдімгі трагедия болады, комедия болады. Сондықтан өзімнің мойныма қарғыс арқалап қайтем. Сондықтан да мен біреудің оқулығын, біреудің методичкасын кеңес ретінде беріп айтпаймын. Өзім қандай бағыт, міне айттым сіздерге оқулықтардың тізімін, соларды дұрыс деп есептеймін. Және сол мемлекеттік стандарт ретінде атап өттім. Енді онлайн курсқа қатысып сұрап жатқан оқушылардың назарына мына бір слайдты ұсынамын. Дүниежүзі тарихы балалар ОБТ сұрақтары туралы мына жерде сұрақ қоймай-ақ қойсаңыздар, өйткені қазір ақпараттың дамыған заманында өмір сүріп отырмыз. Біреу қазір контекст дейтін нәрсе бар, жарты сөзің жыл болады да бір жерге салып жібереді, сосын ең соңында қайда барсаң да Дайрабайдың көк сиыры деп шешім таппай отырасың. Сондықтан маған бұл жерде ондай бағыттағы сұрақтар қоймасаңыздар өте жақсы болатын еді. Қазір заманның өзі сондай ғой, зар заман болып кетті ғой, біреуді зарлатып жіберуге дайын тұратын. Шын мәнісінде бетпенен ашық, жарқын сондай адам болсаң да, кейде артық нәрсені оқушылар бір қойып, ең соңында өзіңді сол нәрсеге кінәлі сезінесің. Қайталап айтамын, менің айтатыным сол ОБТ-ға дайындық, қандай мектеп оқулықтары бекітілген, қандай бағытта дайындалған дұрыс деген сияқты сауал ғана айта аламын. Ал өзге мемлекеттік құпия деңгейіндегі мәліметтерді мен жер жаһанға жар салып айта алмаймын, түсіністікпен қабылдарсыздар. Енді онлайн курсқа қатысып сұраған оқушылардың назарына ВКонтакте желісінде ОБТ Академиясы дейтін парақшадан хабардар шығарсыздар. Бәлкім біреулер Инстаграм арқылы ОБТ Академиясының парақшасын көріп, сол арқылы осы жерге келген шығар деп ойлаймын. Мына жерде балалар, дүниежүзі тарих курсы 12 сабақтан тұрады делінген, ол формальный нәрсе балалар. Ол кем дегенде 12 сабақтан тұрады деген сөз. Мысалы, қазіргі менің Қазақстан тарих курсыма қатысып жатқан оқушылар жақсы біледі. Біз кем дегенде осы айдың өзінде біз 17 сабаққа шейін кетіп қалдық ау деймін. Осы айдың өзінде біз 17 сабаққа барамыз, кем дегенде. Ол сондықтан формально 12 болады, материалдың ауқымдылығына байланысты, материалды игеруімізге, балалардың қабылдауына байланысты, оның саны ұзара береді. Бірақ кем дегенде 12 сабақ, оған мен кепілдік бере аламын, кем дегенде 12 сабақ болатындығына. ВКонтактедегі ОБТ Академиясы деген парақшада курсқа тіркелу туралы мәлімет берілген. Қайталап айтам, 21 қазанға дейін курсқа тіркеле аласыздар. Ол жерде төлемді қалай жасау керек, чекті кімге жіберу керек, ол туралы барлық мәлімет берілген. Сондықтан ВКонтакте желісіндегі ОБТ Академиясының парақшасына кіретін болсаңыздар, ол жерден қажетті деген мәліметті таба аласыздар. Алла қаласа, бір айдың ішінде 6, 7, 8, 9-дың программасын қамтып үлгеремін. Қамтып үлгермей жатсам, біз қашан қамтып бітіреміз, соған шейін курс жалғаса береді. Себебі бұған дейінгі курстарда мен 7-8-де бір айдың ішінде өтіп жүргем, бірақ осыда 9 класты қостым, онда енді үлкен жауапкершілік, бәлкім бір айдан асып та кететін шығар. 21 қазанға дейін, себебі бізде Сағина 22-сі күні курсымыз басталып кетеді. Дедлайн 21 қазанға дейін, кешкі уақытқа қалдырмаңыздар. Дүниежүзі тарихы, қайталап айтам, менің онлайн курсым осыдан кейін ақпан айында ғана болады. Желтоқсан айында мен онлайн курс қойып отқан жоқпын. Не үшін екенін айтайын. Өйткені, мысалы, қазір қазан айында сіздер бастайсыздар. Одан кейін қараша айында Қазақстан тарихы болады, ал Қазақстан тарихы кем дегенде 16-17 сабақ. Сондықтан желтоқсан айында бір етек жеңімізді жиып, бір нон-стоп жасап алуымыз керек. Сосын барып жұмысты қаңтардан бастап жалғастырамыз. Дедлайн дейтін анел қай уақытта, қашан, нешеде деген сияқты ғой. Дедлайн, қысқаша ақпарат қой. Маған да бір желтоқсан айында бір 10 күндік демалыс керек, әйтпесе ол да оңай емес. Себебі елдің, жұрттың алдындағы бүкіл жан жүрегіңмен, ішкі ықыласыңмен бүкіл күш жігеріңді салып өткеннен кейін ол да оңай емес. Сондықтан желтоқсан айында бір 10 күндей демалыс бастасам ба деп тұрмын. Балалар, осы айдағы курсты бастауыш деп айтқан дұрыс емес. 6-9 класс аралығында өтетін курс деп айтайықшы. Ол бұрыннан қалып қойған, енді бұрында менде курс бастауыш, баяндауыш себекке бөлінетін еді. Қазір олай бөліп қажет жоқ. Дәурен ағайдың 6-9 класс аралығында өтетін курсы деп қабылдаңыздаршы. Ол осы 22-сі күні басталады. Оған тіркелу қазанның 21-не дейін жалғасады.
Сағина өте бір жақсы сұрақ қойды. Сіз бағана бекітілген кітаптармен дайындайсыз ба деп. Иә, курс барысында жаңа мен жоғарыда атап өткен 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы сыныптың оқулықтары бар ғой. Сол оқулықтармен бізде дайындық жүреді. Бұйыртса. Балалар, енді бүгінгі мынау өтіп жатқан шеберлік сабағының бірден бір мақсаты дұрыс бағыт бағдар беру, оқулықтармен таныстыру, онлайн курс қандай форматта жүретіндігімен, әрине өйткені бізде қап сол нәрсені не үшін айтпады екен деген сауал туындамас үшін алдын ала бір курс басталардың алдында қысқаша бір шолу жасап өтуді мақсат қылдым. Рахмет, мейірім, рахмет, Алла разы болсын, Альфия. Сондықтан да бұйыртса курс барысында көп оқушы, міне жаңа мен басында сұрағам, мына жерде отқандардың 1000 қазақтың қаншасы біздің ертең онлайн курста бар десем, басым көпшіліктеріңіз онлайн курста бар екенсіздер. Бұйыртса сол күні өздеріңізбен курста жолығамыз, дайындықты бастаймыз. Бізде жақсы сөз бар ғой қазақта. Қазақта жақсы сөз бар. Сөзің қысқа, ісің семіз болсын деген. Сөзің қысқа, ісің семіз болсын деген. Сондықтан бұл жердегі біздің шеберлік сабағын өтудегі мақсатымыз бір ойбай біз Алатауды айырып, Қаратауды қайырып тастадық деген бір жалған ұран немесе ойбай деген сөз емес. Шүкір Алла деп айтайық, осыған дейін дүниежүзі тарихынан Қазақстан бойынша 2000-нан аса бала қатысты ғой. Бұл курс өзі 2018, 2019, 2020 жылы жалғасып келе жатыр. Сондықтан шүкір Алла деп айтайық, Алланың берген несібесі, шәкірттердің көрсеткен тұғыры, нәтижесі, жетістігі бізді жаңа бір жылға, жаңа бір оқу жылына қанаттандырып жатыр. Осы бағыттағы жұмысымыз әрі қарай да жалғасады деп ойлаймын. Енді бұл ортаға мен бір мақтан қылу үшін, мансап қылу үшін келгенім жоқ. Бұл ортаға сіздерге бір шамалы бағыт бағдар берсем деген ниет болды. Дәл бүгінгі шеберлік сабағымыздың бағыты да міне осы бағытта, балалар. Ал енді қалған тақырыппен жұмыстану мәселесін алдағы уақытта көре жатасыздар ғой. Ол бағыттағы біздің жұмысымыз ары қарай тағы жалғасады. Сондықтан кешегіде қалжыңдап айтып жатырмын ғой балаларға. Обычно біреулер онлайн курс басталардың алдында мастер-класс өтеді. Дәурен ағай әбден онлайн курс мұрнының ұшынан тақалған кезде өтіп жатқан естіп. Өйткені бұның мақсаты балалар жарнама жасау емес. Бұның мақсаты шынымен де негізгі ойым болды. Ана ұбт-ға бекітілген кітаптармен балалар таныстырайыншы деген. Көптен бері ойымда жүрген, бүгін сол негізгі мақсатыма қол жеткіздім. Өйткені көп балалардың тарапынан сауал болатын. Ағай, ұбт-ға бекітілген оқулықтар дүниежүзі тарихынан қашан шығарасыз деп. Сондықтан сол мақсатым бүгін орындалғандай болды. Сол үшін де бүгін шүкіршілік деймін. Сондықтан бұйыртса бұл бүгінгі өткізілген шеберлік сабағында бір пайдасын тигізеді деген ойдамын. Жалпы алдағы уақытта да мына дүниежүзі тарихынан шеберлік сабақтары болса, кішкене бағытымыз басқаша болады, балалар. Бірден атап өтейін. ұбт академиясының Инстаграм желісіне қарап отырарсыздар. Келесі болатын шеберлік сабақтарында бұйыртса нұсқа талдау болады. Одан бөлек жекелеген бір тақырыптарға тоқталам. Алдағы уақытта да ұбт академиясының тарапынан болатын шеберлік сабақтарын құр қалдырмаңыздар. Сондықтан негізінен атап өтейін деген негізгі мәліметім де сол. Бүгін жаңа оқу жылы бастадық. Оны басталғалы берді тіпті 1,5 ай өтті ғой. Сондықтан міндетті түрде балалар бүгін ұбт-ға бекітілген кітаптар және онлайн курс туралы атап өту керек болды. Балапан арнасынан қазір менің кітаптарым деппін ғой. Сабақтарым жүріп жатыр. Көркем. Балапан арнасынан дәл қазір қарасаңыз болады. Тап осы аптада болып жатқан қазақстан тарихтарын қарасаңыз, менің сабақтарымды көріп үлгересіз. Өйткені осы қазан айында Балапан арнасынан Қазақстан тарихынан жүріп жатқан сабақтар, менің эфирге түсірген сабақтарым 11-ші сынып. Ол сабақтардың сізге ұбт-ға дайындық үшін пайдасы бар. Мен оны толық сенімділікпен айта аламын, өйткені түсіргенмен. Сондықтан өзіме қатысты болғандықтан айтып отырмын. Көркем Балапан арнасындағы менің 11-ші сыныпқа арнап түсірген Қазақстан тарихы сабағын қарауға кеңес беремін. Енді дәстүрлі экономикадан бастап, жоспарлы экономикаға қатысты, одан кейін жаңағы нарықтық экономикаға қатысты біраз мәселе түсірдім сабақтарды. Осы алдағы болатын күндерде экраннан тамашаласаңыз болады. Так. Келесі. Олар YouTube-та да бар, дұрыс айтасыңдар. YouTube-қа да салынады, ақниет. YouTube-тан қарасаңыздар да болады. Қазақстан тарих әлі де болады. Так, мен енді барлығы ол жерге неше сабақ түсірдім? 7 сабақ түсірдім. Ерлан, қыркүйектің соңында 1 сабақ шықты. Қазанның басы так, бірінші апта 2 сабақ, 2 сабақ. Осы соңғы 2 сабақ қалдау деймін, Ерлан, Балапан арнасына менің. Соларға дайындаларсыз, қарарсыздар, өңіліп. Ол жерде де біраз пайдалы ақпарат бар. Құқықтан курс ашу ойымда жоқ, балалар. Өйткені тағы да бір жауапты істерім бар.
жасайтын. Кеше мына ерландар көрді ғой, Алматының жыл мұғаліміне қатысамыз деп басымыз пісіп, шашымыз түсіп қалуға қалды. Сондықтан біраз энергиямызды сорып алды. Бірақ соның өзінде де Астана мен Алматының екі ортасында жүріп, осы Қазақстан тарихын қалдырмай өтіп жатырмын ғой. Сондықтан иә, міне қатысқан оқушыларымыз біледі, міне айботалар біліп отыр ғой, назеркелер. Оны не үшін айтып отырмын? Себебі алдыңда не күтіп тұрғанын білмейсің. Тек қана жоспар құруға ғана болады, болжам жасауға болады. Иә, ағайларың 2020 жылдың жыл мұғалімі атанды. Ерлан басына сүйінші деп жазып қойсайшы кішкене, сонда Каспиіңе біреулер аударып жібереді. Иә, осындай бір сүйінші жаңалық болды. Аллаға сансыз шүкір, ол шәкірттердің мәртебесі ғой барлығы да. Қазақстан тарихтан дана мен бүгін ОБТ Академиясының Қазақстан тарихы деген парақшасына ОБТ-ға бекітілген кітаптардың тізімін шығарып қойдым. Сондықтан сол жерде қарасаңыздар болады. Бүгін мен ОБТ Академиясының Қазақстан тарихы дейтін парақшасына Қазақстан тарихы пәнінен ОБТ-ға бекітілген оқулықтардың тізімін салдым. Қуаныш ағайларыңа мен ескерттім, Саят. Қуаныш ағайларың аптаның 1-ші, 3-ші, 5-ші күндері өтетін шығар, себебі мен курсты 2-ші, 4-ші, 6-ші күндері өтемін. Қуаныш ағайларыңа да айтқам, менің курсым 2-ші, 4-ші, 6-ші күндері өтеді. Сіз сабақтарыңызды 1-ші, 3-ші, 5-ші күнге қарай қойсаңыз деп. Сондықтан ол кісі аптаның 1-ші, 3-ші, 5-ші күндері сіздерге ағылшыннан сабақ өтер. Сағина, менің ютубтан каналым жоқ, мен ондайға аса қатты құмар емеспін. Ерлан, рахмет, Құдай-ау, бәрін айтып тастадың ғой. Алматының әкімнің атын жазып тастау керек еді мына жерге. Ерлан енді бірін қалдырмай айтып жатыр. Шүкір, ерландар сол кездері жанкүйерлік танытып, жанашырлық танытып, ағайларына дауыс беріп жатқандықтан бұл жеңіс оларға әлдеқайда ыстық, әлдеқайда жақын болады деп ойлаймын. Өйткені байқаудың барысында бірдемдеріңді ішке тартып, тақымдарыңды қысып, осы ағайымыз бұйыртса бәйгенің алдынан көрінсе дедіңіздер ғой. Міне Анель отыр, Құрбанай отыр, Сара отыр, Бақыт отыр. Шүкір. Сондықтан бұл сіздердің жеңістеріңіз балалар. Бұл менің биігім, менің жетістігім демеймін. Шәкіртсіз ұстаз тұл деген қазақтың жақсы сөзі бар ғой. Сондықтан Аллаға сансыз шүкіршілік дейміз. Балалар, қайталап айтамын, Қазақстан тарихы пәнінен ОБТ-ға бекітілген кітаптардың тізімін Қазақстан тарихы парақшасына салып қойдым. Парақшадан қарасаңыздар болады, сол жерде тұр. Сағина, курс бір айдан асып кетуі мүмкін, но кем дегенде бір ай болады. Бір айдан асып кетсе де ренжіп қалып жүрмеңіздер, неге бір айдан асып кетті деген сияқты бір өкпе болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді дүниежүзі тарих кішкене ол әркімге әртүрлі енді. Бұрын жұмыстанып жүрген оқушыға оның үлкен қиындығы болмайды. Бірақ бір айдың ішінде сол 6, 7, 8, 9 қамтысақ деген ниет. Иә, мәселе уақыт емес, мәселе сапалы білім. Біздің курстың мақсаты сапа мен нәтиже деп өткенде Қазақстан тарихтың чатына жазып жібергем. Ең бастысы уақытпен сыналған, баламен бағаланған, сыннан өткен сабақ болса, бұйыртса барлығы да өз орнына түседі деп ойлаймын. Мұғалім болған жақсы ма дейсің ба? Бірінші мұғалім болуға ниеттенген жақсы. Одан кейін мұғалім болсаң, одан да жақсы. Ал егер шәкірттердің алдында құрметке бөленіп жатсаң, онда мамандық таңдаудан жаңылмадым десеңдер болады. Қайталап айтам, егер жаңағы ағылшын пәнінен ОБТ Академиясының жобасына қатысатын болсаңыздар, курстарына, олардың уақыттары бұйыртса бір-бірімен қиылыспайды деп ойлаймын. Менің өзімнің ұстаздықта жүргендегі негізгі мақсатымды атап өтейін, балалар. Менің жалпы енді мәселе дүниежүзі тарихы туралы емес қой, тек қана. Мына жерде біраз ұстаз болсам деп ынталы болып отқан оқушылар бар екен. Неге? Менің өзімнің мысалым арқылы мен көп оқушыға мұғалім болуды дәріптер едім. Ол мұғалімдік деген ол мамандық емес, мұғалімдік деген тағдыр, балалар. Сондықтан мұқият, осы бір сөзіме мұқият боларсыздар. Мұғалімдік деген ол мамандық емес, ол тағдыр. Баланы жақсы көрмеген адам еш уақытта мектепте мұғалім бола алмайды. Өзінің уақытынан гөрі баланың дайындығын назарда ұстап, соған елеңдеп, алаңдап, уайымдап отыратын адам ол мұғалімдік дәрежеге көтеріле алады. Мұғалімдік деген ол бір өз пәніңді жетік білу деген сөз емес. Ол сол өз ісіңе берілу ғой, шын жанашырлықпен баланы ойлау, оған махаббатыңды бөлу, уақытыңды бөлу. Бұның бәрі енді осы бір мамандықты көрсетеді. Енді өзім
мектепті алтын медальмен тәмамдадым, университет қызыл медальмен бітірдім. Сол кезде айтам ғой, тап осы мектепті алтын медальмен бітіргендер мұғалімдік салаға бет бұрса екен ғой деп. Өйткені мұғалімдік ол біздің 10 жылдан кейінгі, 20 жылдан кейінгі мемлекеттің деңгейі. Мұғалімнің сапасы жақсы болса, одан білім алған баланың көрсеткіші жақсы болса, 15-20 жылдан кейінгі елдің тағдыры да сондай жақсы бағытта болады деген сөз ғой. Сондықтан ертеңді алаңдап, ертеңді ойлап жүрген мына жерде оқушыларымызға кеңес берем мұғалімдік саланы таңдауға. Дүниежүзі тарихынан енді конспект жазуды өздеріңіз түгендейсіздер ғой. Ерлан Инязға түскендердің, грантқа түскендердің барлығы Дәурен ағайды таниды, ал Платныйға түскендердің көбісі танымайды дейді. Шүкір, Инязға түскен біраз оқушымыз бар. Менің жолды берсін демеймін, менің жақсы жолымды берсін деймін. Менің жақсы жолымды берсін. Балалар, курсқа кітап қажет жоқ. Видео сабақтан конспект жазып қарасаңыздар да болады. Бірақ кітап болғаны өте жақсы өздеріңіз үшін. Өйткені мына астын сызып, енді бізде оқушылар бар ондай. Қызылмен сызып, жасылмен сызып, сарымен сызып, көкпен сызып, фиолетовыймен сызып, кәдімгі кітаптың жаңағы мыштыжын шығаратын. Ол да жақсы, ол да әдіс. Себебі мына өзіңнің назарыңды соған аудару ғой, былайша айтқан кезде. Концентрация мықты болады сонда. Сондықтан кітап болғанда оны мыжғылап, шыжғылап, басып, шаныштап, сөйтіп оқысаң, оның да өзінің бір бөлек әсері бар. Ол бір кітапты қорлау деген сөз емес, ол бір кітапты жақсы мағынада қинау ғой. Жақсы мағынада қинау. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бұйыртса, үй жұмысы енді сол сабақта өтілген материал мен конспект жұмысы, кейін сосын қазір бір нәрсе енгізіп жатырмын. Енді дүниежүзі тарихқа шамам жетсе көремін, бірақ сұрақ-жауап сабағы деген енгіздім Қазақстан тарихына. Кітаптың ана жерінен көріп едім ғой деп есіңде қалады. Есте сақтауға ол да көмектеседі. Әсіресе өзің сызып, үстін бекітіп жаттасаң тарихта, ол мүлде жақсы әдіс болар еді, көмектеспей қоймайды. Сондықтан астын сызып, түртіп, бояп, немесе сол кәдімгі кітаптың бетіне стикер жапсырып, сол жеріне жапсырып, соның үстіне жазып, сөйтіп қойып отырсаңыздар, ол да әдіс балалар. Сондықтан мұғалімдік салада неше түрлі әдіс бар ғой, әсіресе ұбт-ға дайындалған кезде қажет десең 100 түрлі әдіс бар. Әркім өзіне ыңғайлы әдіс таңдайды. Біреу айтты екен деп, бір Шаталов айтты екен, Аталов айтты екен дейтін әдіс емес, әркім өзіне таңдаған әдісті таңдайды. Педагогика саласында мамандыққа байланысты ғой барлығы да. Казгуда оқисыз ба, жоқ әлде Абай атындағы педагогикалық университетте оқисыз ба, оны өзің шешерсіз. Бірақ енді аты бар, заты бар университеттер ғой. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті болсын, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болсын. Өзім енді сол екі университетте оқығам, сосын айтып жатырмын ғой. Өзім көзім көргесін. Ал енді қалған, мысалы, Инязда ағылшын саласына баратындар жақсы таңдап жатады. Сондықтан ол жерде мәселе мамандыққа байланысты. Сосын бұйыртса бірінші балды жинап алсаңыздар, балды жинап алғаннан кейін университетті асықпай отырып шертіп таңдайсыздар ғой. Ақпан айында қатыссаңыз көрерсіз енді, бірақ мен ойлаймын, енді ақпан айына шейін құр жатпайтын шығарсыз. Ақпан айына шейін де бірдеңені қарап жұмыстанатын боларсыз. Сондықтан ақпан айында қатыссаңыз үлгеріп қаларсыз деген ойдамын. Енді Дәурен ағайдың курсы ақпан айында болады, так что для меня 3 месяца отдых дейтін болмайтын шығар. Сондықтан ақпан айында бұйыртса қатысып жатсаңыз, ол да дұрыс деп ойлаймын, қайырлысы. Заң бойынша, енді мен өзім Казгуда оқыдым, сондықтан Казгудың заң факультетін кеңес бере аламын. Сосын бізде Мақсұн Әрікбаев атындағы университет бар ғой, Казгиуа деген. Өзі заңгерлер дайындайтын шоқтығы екі университет бар өзі. Біреуі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, екіншісі Астанадағы Нәрікбаев атындағы Қазақ мемлекеттік заң университеті, Казахский государственный юридический институт. Дүниежүзі тарихы ноябрьде, декабрьде болмайды, январда болмайды, февральда болады балалар. Дүниежүзі тарих пен тарих таңдап мұғалім болуға болмайды, Меруерт. Міндетті түрде география мен дүниежүзі тарих таңдау керек. Меруерт, сіздің сұрағыңызға жауап. Обязательно дүниежүзі тарих пен география. Балалар, осымен бүгінгі біздің бір кішігірім бағыт-бағдар беру мақсатындағы шеберлік сабағымызда өз мәресіне жетті. Қалған сұрақ сауал болса, алдағы шеберлік сабақтарымызда тағы да жауап бере жатармыз. Алдымен өзіміздің ұпайымызды жинап алайық, сол жолда әрекет жасайық, еңбектенейік. Бұйыртса, қайталап айтам,
Алдымен балл жинап алайық, сосын мамандық таңдау мәселесі бөлек. Диляра, сіздің сауалыңызға жауап: осы айдағы курс 22 қазан айында басталады бұйыртса. Сосын тіркелу 21 қазан күні аяқталады. Осыған мұқият боларсыздар. 21 күні қазан күні аяқталғаннан кейін курсқа оқушы бізде қабылдай қоймайды. Сондықтан алдын ала айтып ескертіп жатырмын. Алыстағы ағайынға ат жіберіп, алыстағы ағайынға хат жіберіп, жақын маңдағы ат жіберіп, әйтеуір бәрін хабардар қылып жатырмын. Бір как будто мен сіздерді курсқа емес тойға шақырып жатқандай шеберлік сабағы болды ғой бүгін. Как будто мен сіздерді бір тойға шақырып жатқан сияқты болып тұрмын өзім. Анау бір кәдімгі кім үйренді дейді ғой, жаңағы кім, Қуандық Рахым үйренді дейді ме, соның тойын айтып сүйініш сұрап жатқандай болдық. Қысқасы, бронь жасап қойған оқушылар курста кездескенше аман сау болыңыздар. Бүгінгі шеберлік сабақтың мақсаты кеңес, білгенмен бөлісу және алдағы болғалы жатқан жаңалықтардан құлағдар ету еді. Менше бүгінгі шеберлік сабақ өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Аман сау болыңыздар, көріскенше күн жақсы болсын, қадірлі шәкірттер. Ең бастысы мақсатымызға адал, басымыз аман болайық. Ең бастысы амандық пен адалдық қой. Осы жолда барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Менің курсымнан өтпеген күннің өзінде де ұбт-дан жақсы нәтиже көрсетіп, елді елең еткізіп, ата-аналарыңыздың сенімін ақтап, төңіректі қуантып, сондай бір шат-шадыман күйде маусым айының соңғы кездерін қарсыласыздар деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сол жолда сәттілік тілеймін. Бұның мақсаты менің курсыма қатыс деген жалған ұран емес. Қай қазақтың баласы болмасын, бәйгеден озып шапсын, тұғыр биігінен көрінсін, жақсы нәтиже көрсетсін, өзінің нәтижесімен елді елең еткізсін, гранатты жарып, бір грантты алып, еліміздің бір маңдай алды университеттерінің студентінің қатарын толықтырсаңыздар, содан асқан дәл қазіргі сәтте қандай бақытты сәт керек. Бұйыртса сол арман жолында, адалдық жолында күресе білейік. Құдай қаласа, я сол Алматыда кездесуді нәсіп етсін. Ең бастысы адалдықтың ала жібін аттамай, шын дайындалып жұмыстану керек. Өйткені көп еңбек еткен адамға бақыт басын имей қоймайды деген менің бір сүйікті сөзім бар. Шынымен де еңбек етсеңіздер, сіздерге бақыт басын имей қоймайды. Сондықтан да сол бақыт сәтті сіздерге нәсіп етсін. Аман сау болыңыздар.